Шұғылалы ақтаңда құдай қонағымызда келіп қапты. Элдар өзің жақсылап тұрып таныстырып жібер. Диана, оны таныстырайық. Бүгін біздің студияда қадірлі қонағымыз, өзі актер, өзі тележүргізуші, өзі сценарист, өзі продюсер, өз сценарийларының актері Марат Оралғайсың. Қош келдіңіз. Марат, қайырлы таң, көңіл күйің қалай? Негізі, шынымды айтсам, ұйқым ашылған жоқ әлі. Иә, таң атпай біздің студиямызға келіп қалыпсыз. Иә, 7-ші кезек кофе ішіп жатырмын бағанадан бері. Негізі бізге ашулы емессің ғой? Жоқ. Негізі ерте тұру керек екен, менің ойымша, жалпы. Ерте тұрсаң, жұмысың біраз бітеді екен. Негізі ол өмірлік практика. Ерте тұрған еркектің ісі бітер. Ырысады дейді. Сондықтан біздің халқымыз оны бекер айтпаған. Неғұрлым ерте тұрсаңыздар, неғұрлым жұмыстарыңыз көбірек бітеді, жалпы өмірлеріңіз алға басады. Әй, бәрекелді. Табысқа бөлінесіз. Жақында Европаға барып қайттыңыздар, яғни Каннаға. Интернет желісінде байқап қалдым. Не себепті бардыңыздар? Не қызық болды? Инстаграм деген бәле болды. Иә. Қайда барсаң да барлығы бәріне мәлім. Бірінші Италияда болдыңыздар, Миланда болдыңыздар, Парижда болдыңыздар, Ницце, Канна. Жоқ, негізі ол шағын іс-сапар болды. Бұл іс-сапардың нәтижесін осы алдағы жылда біздің көрермендер көре жатар. Сондықтан енді керемет екен, бірақ сөйтсе де өзіміздің елімізге жетпейді қанша деген. Яғни не үшін барғаныңды айтпайсыңдар ғой? Не үшін барғаным әлі құпия бола тұрсын. Бірақ енді құпияның шетін ашатын болсақ, негізі жұмыс бабымен бардыңдар. Жұмыс бабымен бір келіссөздерге бардық Европадағы. Алдағы уақытта Қазақстанда тағы бір жаңа әдемі жоба жүзеге асып. Барлық суреттерде құртпен түстіңдер. Оған қатысы бар ма негізі? Жоқ, оған қатысы жоқ. Негізі мен өзім жалпы саяхаттағанды жақсы көремін, шетелге шыққанды жақсы көремін, басқа елдерді көргенді жақсы көремін. Жалпы кез келген адам солай болған дұрыс деп ойлаймын. Ел көру керек, жер көру керек. Сондықтан кез келген елге барған сайын мен міндетті түрде оны өз еліммен салыстырамын. Бір айырмашылықтарын, керісінше ұқсастықтарын іздеп жүремін. Өзіңе қандай жаңалық аштың? Таң қалатындай. Олардың енді Европа алға қарай дамып кеткен дейді. Оның бірақ қана себебі бар, тарих. Яғни бірнеше жылға алдыға келе жатыр олар. Қанша ғасырлар бойы олардың жалпы өмірлері, өмірлері жалпы тарихтары бірнеше ғасыр бұрын қалыптасқан ғой. Сондықтан біз жас елміз, біздің болашағымыз әлі алда. Сондықтан кейбіреулер салыстырып жатады да, шетелде ойбай былай, бізде неге олай емес. Ол уақыттың еншісінде менің ойымша. Ал жаңағы құрт. Иә, айта кетсеңіз, құртты сұрайын деп отыр. Құрт енді мысалы барлығымыз қазіргі таңда жастардың көпшілігі, тіпті ересектердің көпшілігі әлеуметтік желілерде, әсіресе жаңа Инстаграмда отырады ғой, жаңа суреттерін жіберіп отырады. Мен де суреттерімді жіберіп отырамын, бірақ андай жай ғана қарапайым суреттер қызық емес болады деп ойладым да. Селфи деші. Өз-өзін әдемілеп түсіру. Иә, осы бір сапардың бір красная линия дейді ғой енді. Бір ерекшелігі болсын. Ерекшелігі құрт болды. Кез келген осы Европаның қалаларында құрт жүріп жүрді. Қазақи рух оятатындай дүние жасадыңыз. Парижде құрт жүріп жүрмін, мынау жынды екен ғой деп бір адам. Енді әңгіме ғой оның барлығы. Енді жай ғана қарапайым Эйфель мұнарасының алдында суретке түскеннен гөрі Эйфель мұнарасының алдында құрт жеп суретке түскен қызық па деп ойладым да. Ол мысалы қарап отырған мысалы бір ерекшелік Диана айта кететін. Бұлар құрттан бұрын тағы да мынандай кішкентай ғана қазақ үй алып барған екен. Иә, киіз үйін. Оны да байқадым да. Ол да енді не дегенмен 6 күн өткеннен кейін енді сағына бастайсың. Сондықтан қанша Европаға барсаң да өзің жүрегіңде жалпы өз еліңді, өз елің топырағын жалпы, өз еліңді аңсап жүресің да, не дегенмен. Сондықтан осындай шағын жақсы. Енді шығармашылығыңа бет бұрайық. Бір бойыңда бір төбе қасиет бар. Сен шоуменсің, тележүргізушісің, актерсің. Негізі өнерге деген құштарлығың неден пайда болды? Өнерге қалай келдің? Оның барлығы КВН. Шығар. КВН. Шәріп, КВН. Студенттік кезден бері КВН ойнай бастадық.
Одан ары қарай енді белгілі бір жетістіктерге жетіп Қазақстанның аясында осындай телеарнаға шақырды, телеарнада жұмыс жасай бастадық, радиода жұмыс жасай бастадық. Сөйтіп ақырындап қазіргі таңда біздің теледидардағы біраз бағдарламалардың автор саналамыз. Қазіргі таңда сериалдар түсірудеміз. Болашақта үлкен толық метражды кино түсіруге бет бұрудамыз. Ойларыңызда біреу ұрлап жатады, плагиат деп жатады. Мысалы, іште бір реніш туатын шығар. Оны айтып жататын кездері бола ма? Ешбір реніш жоқ, ұрласын біз тағы ойлап табамыз. Одан да жақсысын ойлап табамыз. Алыңдар. Болашақта жоспарларыңмен бөлісе кетсең, тағы қандай қызықтармен қуантасыздар бізді? Белгілі каналдағы белгілі сериалдардың жалғасы түсірілмек. Ол мысалы тек қана көрермен емес, сонымен қатар арналарында көңілінен шығып жатыр. Бажалар сериалы өз жалғасын таба ма? Негізі жалғасын табады деген үміттемін. Марат, соңғы кездері қандай тақырып сұранысқа ие болып жатыр? Көрермендерімізге не жетпей тұр? Негізі көрерменге не жетпей тұр деген сұраққа жауап беретін болсақ, жалпы біздің телевизиялық пространство дейді ғой, ол кішкене бостау. Сондықтан көп нәрсені жасауға болады. Енді ақырындап соны жүзеге асырып жатыр. Қазіргі таңда студенттер жайлы сериал түсірдік. Туысқандық қатынастар өте маңызды тақырып деп ойлаймын. Бажалар атты сериал Қазақеңе өте жақын тақырып. Бітпейтін тақырып. Жалпы біздің қазақ көрерменнің өзінің спецификасы бар. Сондықтан мысалы шетелдегі тақырыптар бізде аса өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде аса мынандай дұрыстап қарау керек та, бұл тақырып таңдау мәселесіне. Сосын осы алдағы уақытта осы қазақстандық арналардың бірінде комедиялық сериал түсіріліп жатыр. Ол сериал біздің милиция қызметкерлері жөнінде болмақ. Ішкі істер министрлігіне қатысты. Негізі бұл тақырып әдетте салмақты болса да, біз енді бұл тақырыпқа кішкене әзіл жағынан келмекші болдық. Сондықтан алдағы уақытта экранда осы полиция қызметкерлері жөнінде тағы бір сериал жарыққа шықпақ. Милиция біздің жалпы қазаққа жақын тақырып. Қазақтың 1/4 милиция жұмыс істейтін шығар. Сондықтан жалпы жұмыс істемесе де осы милицияның жұмысымен таныс. Сондықтан бұл сериал белгілі бір резонанс тудырады деген ойдамын. Жақсы. Мәке, енді кез келген автор, сценарист өз ойында бір өзінің болашақ киносын ба, бір картинасын елестетіп жүреді. Болашақта толық метражды киноға қашан көшесіздер? Жалпы не түсіргің келеді өзің? Не жазғың келеді? Енді негізі біздің жалпы түпкі мақсат кино болатын 2001 жылдан бері. Осыған дейін жасалып келе жатқан жұмыстың барлығы осы толық метражды киноға деген дайындық десек те болады. КВН ойнадық, телевизияда сценарий жаздық, одан кейін сериалдарға бет бұрдық. Бірақ айта кететін нәрсе, бір 2-3 жыл бұрын кино түсіруге ұсыныс қабылдаған болатынбыз. Бірақ одан бас тарттық, себебі піспеген едік, дайын емес болдық. Одан да сериал түсіріп, сериал жазып, кішкене шеберліктерді шыңдап ұштайық дедік. Содан кейін ғана кірісейік дедік. Мінекей 2 жыл бойы осы үлкен киномен, телевизиялық киномен етене жұмыс жасап жатыр, сериалдар түсіріп жатырық. Енді осы жылы, Құдай қаласа, үлкен толық метражды кино түсіруге кіріспекшіміз. Бұл біздің алғашқы қадамымыз болмақ, толық метражды кинода. Ары қарай жалпы тек қана қазақстандық нарық емес, сонымен қатар осы бір қазақи колоритпен шетелге экспортқа шығаратын кино түсірсек деген ой бар. Шетелге барған себептерің де сол болған шығар. Мүмкін десейші. Жақсы. Нарық демекші, шетелге барып көрдіңіздер, сол жақтың жобаларын қарадыңыздар. Жалпы біздің нарық пен шетелдің нарығында айырмашылық үлкен бе? Әрине. Олар істеп жатқан дүниені біз істей аламыз ба? Сатып алмайық. Негізі біз жалпы барған мақсаттарымыздың бірі, себептеріміздің бірі іс-сапардың жалпы осы Канн қаласында өтіп жатқан телевизиялық не болатын көрме, жәрмеңке десек те болады. Сол жерде дүниенің түкпір-түкпірінен
жалпы телевизия майталмандары жиналып өздерінің жұмыстарын көрсетеді, сатады, ауыстырады, жалпы айырбастайды, бір-бірінен бөліседі. Сол жерге бардық, көп нәрсе көрдік. Енді біздің қолымыздан да келетін нәрсе негізі. Сондықтан негізі қазақ деген талантты халық қой. Иә, дұрыс айтасың. Марат, негізі Сондықтан ешкімнен қорықпай, жалпы ойыңдағыны көрсете білу керек деп ойлаймын. Еш елден барлығымен тереземіз тең. Марат, арнамызға ат басын бұрып келіпсіз. Үлкен рахмет. Енді көрермендерімізге тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті қазақстандықтар, барынша жұмыс істеңіздер, еңбек етіңіздер. Еңбек далада қалмайды. Армандаңыздар. Армандардың орындалатын бір қабілеті бар. Сондықтан қазақ екенімізді мақтан тұтып, тек қана алға басайық. Марат, енді өмірде де, өнерде озат болуыңа тілектеспіз. Рахмет. Рахмет үлкен. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.